студию, в которой представлены книжки-малышки, видео, сказки, а также различные виды кукольного театра. А это наш книжный уголок. А это мои сегодняшние маленькие гости. Салимесызлебала. Ребята, я хочу вам предложить отгадать загадку. Слушайте внимательно. Не дерево, а с листочками. Не рубашка, а сшито. Не поле, а засеяно. Не человек, а рассказывает. Ребята, что это? Это книга. Правильно, молодцы, ребята. Ребята, книги сопровождают нас с самого раннего детства. И они бывают очень разные. Книгу можно не только взять в руки, полистать, прочитать, но можно еще их и послушать. Вы все знаете сказку «Шалбаса»? Знаете? Да. Давайте мы вспомним, что же происходило в этой сказке. Я вам предлагаю вот такую вот аудиокнижку послушать. Жил-бата. Ерте заманда хайуандар жылдың баты болуға таласты. Елдің баты болмайды. Сонда жыл қайтыпты. Мен ауызды жағын қыламын, күшімді көреді, сүтімді ішеді, қылымы деген арқаншы деседі. Адамға менен пайдалымау жоқ, жыл басы мен боламын. Депті. Ребята, давайте вспомним, о чем продолжилась сказка. Пожалуйста, Иша. Сен адамның жұмысын қылсаң, тамағын үшін құл болдың. Ал мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айлық жерлерге барамын. Жобасы болу маған лайық. Хорошо. Тебе. Адам егін етсе, мен егет, сүтімді сен қорытмайды сен. Жобасы болуға мен лайықтымын. Хорошо. Дальше кто у нас? Пожалуйста. Мен болмасам, қазақ үйін менен салады. Сонымда ал тез басады, арқан сүт ішеді, сүтімді құрт май алады. Менен пайдаланым жоқ. Хорошо. Пожалуйста, Оксана. Мен болмасам, сіздердің қолымды ұрлап, мен болмасам, қасқыр жеп тауысар еді. Мен болмасам, саңызға бақташымын. Дұшпан өсіп үріп, абалап, еме хабар беремін. Жобасы болуға мен лайықтымын. Так. Дальше кто у нас говорит? Я. Да, пожалуйста, желтый заяц. Нет? Мен болмасам, кісі ерте жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен ерте тұрып, қанатты деп шақырып, хабар айтамын. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп, тағы да шақырамын. Жыл басы болуға мен лайықтымын. Хорошо. Пожалуйста, Перезат. Мышка, да, у нас в конце говорила? Пожалуйста. Вот. Таластан еш нәрсе, бұл таластан еш нәрсе өнбесін. Жылды қарап тұралықтан, кім бұрын көрсе, сол жорбасы болсын. А теперь давайте мы послушаем, чем же закончилась эта сказка. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте отырған тышқан жылдың бәрінен бұрын көріп хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе бойына сеніп, қорғалыпты. Вот, ребята, какая замечательная сказка. Вам понравилась? Да. Молодцы, ребята. А чему же учит эта сказка? Достыққа, қамқорлыққа, Раз. мейірімділікке, Раз. жақсылыққа. Молодцы, ребята. Ребята, а вы знаете, что и книги, они как люди, они тоже рождаются, живут, стареют, они также иногда болеют. Поэтому книги мы должны беречь. Ребята, большое вам спасибо за сегодняшнее посещение нашего книжного уголка. До встречи! Сау болыңыз! Сау болыңыз!